алтын көкем, жас жігіттей дидары жарқын екен, дегенмен сарғайып күз келіпті, сондықтан салқын екен. Сені сүйген бір алла халқың екен, әніңде сіз секілді алтын екен, көкесі бар дегізіп, мына біздің ортамызда жүре бер алтын көкем. Деді аман болыңыз. Бала шағаңыздың атынан, шәкірттердің атынан тек қана жақсылық тіледік. Шаршамаңыз көкем. Сіз бар деп жүрміз біз. Рахмет. Ассалаумағалейкум көке. Туғаныңыз құтты болсын. Сіз бізге үлгісіз, әлі дейін абыройымыз аласқанмаған. Қаншама тәрбие беріп осы өмірде. Додаға үлкен, додаға қосып. Сіз бізді адам қылдыңыз. Енді келіндеріңізбен қазір келіп отырмыз. Келіндеріңіздің бәріне үлгіміз Гүлжахан анамыз. Енді шынында өнерде әртіс болып жүрдік, әлгіден келатырмыз ғой. Шын берген ақырдың бір әңгімесі бар, бір ескертіп отырды. Жаңа сіз біраз күлдірдіңіз ғой. Сол айтады дейді. Соған енді ары бері көп жүріп кетеміз, сапарға сөйтсе әйеліне балалар бір баласы айтыпты. Мама, осы үйде домбыра тартып жүрген бір кісі бар еді, сол қаяқтан. Көбінесе сіздің жолыңызды мысалға жалғастырып, әлі аэропортқа барсақ, кешірек балаларымыз өсіп кетіп жатыр ғой. Осы немерелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз, біз де сізге қарап үлгі тұтып жүре берейік, аман болайық. Осы Гүлжахан анамыз аман болсын, сіздерге тартқан келіндеріңіз аман болсын. Біз әлі талай сіздің әндеріңізді айтамыз, жалғастырамыз. Жүзден асыңыз көтер.